Мен Шымкентке бажама келген адам келсем да балдым жылап отыр. Жаңа бір бай біреудің үйінің уборкасын алып қойып ек, плюс ұстайтын қыз келмей қалды. Адам жетпей жатыр. Балдымның Даймонд дейтін үй тазалайтын клинингі бар еді ғой. Сонымен айттым, балды дедім, ақ балды жылама жүр, мен ақ плюс ұстап берем дедім. Ойбай, жезде біз жұмысымызға гарантия береміз. Бізде тек профессионалдар ғана жұмыс істейді. Ертең сіз дұрыс істей алмағансаңыз имиджім бұзылады мен дейді. Кім? Мен ба істей алмайтын? Сен ана әпшең үйге түскеннен бастап қолыма пылесос ұстадым. Әлі күнге дейін үй тазалайтын мен ғой. Жүр деп алып шықтым. Соны барсақ, ойбай, бір чиновниктің жеп салған үй ау. Енді анау айлық алатын адам андай қылып үй сала алмайды. Сонымен хап деп қыздар бірден парт жұмысқа кірісіп кетті. Мистер Проперинг деген пұтына шығып қойды аналардың қасынан, өйстіп қырғын істейткен уборкінші. Соны кухняны пылесос ұстап жатыр ем, андай жерде сиыр жатыр, көгеріп кеткен. Андай колбасаға қосып жейтін сиыр бар ғой. Япшымайды, налар алып жеп үлгермейді, өйстіп көгеріп тастайды екен ғой деп алып урнаға тастағаным сол еді. Үйдің хозяйка шыңғырып жіберді, зәрем қалмады кәдімгідей. Сөйтсе ана япты кедіктің сиыры $5000 тұратын сиыр екен ғой. Ол жақ көгерген сайын қымбаттай бере ма бірден екен ғой. Сөйтіп балжым өйтпейді айтып түсіндіріп, ол да айтып береді, Даймонд компаниясынан басқа нормальный уборка істейтіндер жоқ қой деп кешірді. Соны шаң сорамыз ба деп кеп, шынымен де сорып кетсек дедік, құрсын. Қайттым мен, балдыз, өздерің істей беріңдер, құрсын. Қайттым мен Қызылордама, құрсын. Немене байлады, көгеріп кеткен сиырды лақтырды деп.